Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін күнделік кезек арқылы табелді басып шығару жөнінде айтатын боламын. Ол үшін бірінші күнделік кезекте кіріп алайық. Құпия сөзіңізді қатесіз жазып, кіру батырмасын басамыз. Одан кейін есептер бөліміне өтеміз. Үлгерімі деген ішінде оқушылар деген бөліміне өтетін боламыз. Және бұл жерде әр жыл бар міндетті. Қай жылы екенін белгілейсіздер. Мүмкін алдыңғы жылғы классыңызды шығаратын болсаңыз, жылыңызды белгілейсіз және сыныпты таңдайсыз. Сол сыныптың ішіндегі әр 90-ын шығарсаңыздар да болады. Барлық тізімдер бойынша дегеніміз бұл 4-ші 90 біткеннен кейінгі жалпы табелді айтамыз. Мына жерде оқушыны таңдаңыз деген батырмадан әрбір оқушыңызды таңдайтын боласыз. Оқушыны таңдағаннан кейін есепті құрастыруды басамыз. Мінекей осылай табель шығады. Енді осыны басып шығару батырмасын басу арқылы басып шығаруды басамыз. Мінекей осындай табельді шығарып алдарыңызға берді. Енді осыны шығарып алу керек болады. Ол үшін жоғарыдағы печать батырмасын басамыз. Яғни принтерден тұрған жерім. Бұл сіздерде әртүрлі болуы мүмкін. Мына жерде өздеріңіздің принтерлеріңізді таңдайсыздар. Страница дегенде персонализирование және бірден басамыз. Яғни бір бетті шығарып қалатын боламыз. Одан кейін печать батырмасын басып болғаннан кейін келесі екінші батырмасын басқаннан кейін мынау тұрады. Парақты аударып қойып, печать батырмасын басамыз. Дәл солай жабу батырмасын басып, қайтадан келесі оқушыны таңдап, есепті құрастырып, басып шығаруға басамыз. Дәл осылай әр оқушыны жеке-жеке жасап шығаратын боласыздар табельдерін. Және де мына жерде мынау скачать дегеніміз осы табельді өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп алсаңыз болады. Қай жерге қалай сақтайсыз? Мына жерге оқушының атымен жазып сақтап қойсаңыз болады. Осылай. Келесі осылай жабу батырмасын басып, келесі оқушыны таңдап, есепті құрастырып, осы оқушының табелін шығаратын боласыз. Бұл жерде принтерді дұрыс қолдану жолын білсеңіздер, сіздер табелді бір параққа кітапша ретінде шығара аласыздар. Осылай қадам-қадамдарымен жасап, әрбір оқушыңыздың табелін сәтті шығарып аласыздар деген ойдамын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар.